үйде сізде кез келген тағамды жасай аласыз. Ол үшін Макфа өнімін қолдансаңыз болғаны. Менің таңдауым Макфа. Мысалға, италиялық фарфоле тағамын үйде жасау үшін Макфаның фарфоле немесе көбелек деп аталатын макаронын қолдансаңыз болғаны. Ол жаздың самалы желінде жеңіл, жасалуы оңай және түрі тәбетті ашады. Үйде қалай жасаймын деген көрерменге біздің аспаз көрсетеді, үйретеді, кезекте ас болсын Айдара. Армысыздар қазақ елі. Бүгінгі күндеріңіз сәттілікке толы болсын. Бүгін біз сіздермен италиялық фарфоле пастасын әзірлейтін боламыз. Оған бізге керегі зәйтүн майы, тұздық, сарымсақ, каперси, пармезан ірімшігі, дәмдеуіш черри қызанағы, қара және жасыл зәйтүндер, болгар бұрышы, пияз және бізге фарфоле қажет. Ендеше құрметті көрермендер, бастаймыз. Бірінші пиязды тураймыз. Пиязды ұсақ етіп турап шығамыз. Пияздан кейін сарымсақты тураймыз. Сарымсақты турардың алдында сарымсақты жақсылап мыжып аламыз. Мінекей құрметті көрермен, біз пиязымыз бен сарымсағымызды турап алдық. Келесі кезекте болгар бұрышын турайтын боламыз. Енді зәйтүндерді тураймыз. Зәйтүндерді дөңгелек етіп тураймыз. Каперсі турайтын боламыз. Мінекей құрметті көрермен, біз өзімізге қажетті өнімдердің барлығын турап алдық. Енді келесі кезекте бұл қабада рет-ретімен барлығын қуырып алатын боламыз. Және сонымен қатар біз фарфолені тұзды суда 10 минутқа қайнатып аламыз. Біздің фарфолеміз дайын, ыдысымызға салып әрлейтін боламыз. Мінекей, бізде тағамымыз дайын болды. Енді үстіне пармезан ірімшігін үккіштен өткізіп салатын боламыз. Мінекей құрметті көрермен, әрлеуімізді жалғастырайық. Біз ары қарай черри қызанағын ортасынан бөліп тағамға салатын боламыз. Әрлеуімізді жалғастырайық. Енді бізде кезекте ақжелкенмен сәндейтін боламыз. Каперсіні тағамның үстіне қоямыз. Бұл әрине сіздің талғамыңызға қарай. Мінекей құрметті көрермен, италиялық фарфоле пастамыз біздің дайын болды. Барлығыңызға ас болсын. Италиялық фарфоле пастасы. Фарфоле 90 грамм, тұздық 25 грамм, зәйтүн майы 15 грамм, пармезан ірімшігі 5 грамм, қара және жасыл зәйтүн 10 дана, каперс 5 дана, болгар бұрышы 1 дана, пияз 1 дана, сарымсақ 1 дана, черри қызанағы 1 дана, дәмдеуіш пен қара бұрыш талғамға қарай. Қостанайда Ыбырай Алтынсариннің туғанына 180 жыл толуына орай ескерткіш ашылды.
Қоладан құйылып гранит тұғырға орнатылған жоба авторлары белгілі сәулетшілер Жеңіс Жұбанқосов пен Тоқтар Ермеков. Ескерткіштің биіктігі 2,5 метрден асады. Нысанның ашылу салтанатына Қостанай облысының әкімі Архимед Мұхамбетов қатысты. Ол ұлы ағартушының ісін жалғастырып, жауапты мамандармен бірге білім беру саласын дамыта беретінін айтты. Ыбырай Алтынсаринге ескерткіш қою бастамасын көтерген ардагер ұстаздар мен ыбырай танушылар болатын. Футбол әлемдегі ең танымал 4 миллиард жанкүйері бар спорт. Бірнеше ғасырлық тарихы бар бұл ойынға ерлермен қоса әйел адамдардың да қызығушылығы зор. Бұрынғы кезде кей елдерде әйелдер қауымына